Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін мына Суши Малайчай деген магазиндердің бірінде жүрмін. Астана қаласындағы. Сіздерге жай көрсетіп жатырмын, не бар магазинде деп. Өзіме бір майда шүйде бір-екі зат керек болған. Соған байланысты мен кішкентай ұлымды Темірхан екеуміз аралап жүрміз. Екі үлкенді развивашкаға апарып тастадық. Қазір енді 2 сағаттан кейін алып кетеміз. Сосын үйге келіп, мен кешкі ас жасауға кірістім. Қазір мен салат жасаймын. Өте легкий, жеңіл, оңай салат. Капуста, огурцы, чеснок, жұмыртқа және жүгері қосам. Жүгеріні мен баночный емес, мына базардан, то есть магазиннен сатып алдым. Сосын бәрін араластырып, майонез, тұз, бұрыш қосып, соны салат ретінде қоямын. Одан кейін қазір нарын берем кешкі асқа и макарон по-флотски жасай салдым. Сонымен дастарханды бірге жасайтын боламыз. Өте оңай бәрі, өте жеңіл тамақтар.
Міне мен тамақтарды уже дастарханға қойып жатырмын. Өте бәрі дәмді болыпты. Күйеуім де тамсана жеді. Мынау печеньелерді осы ыдысқа сала салам, конфеттердің қасына. Ана жерде балаларға алма кесіп беріп едім, соны жемей қалып қалған түрі ғой. Сол асқабақты пісіріп дәнектермен қойдым. Фрукты, нан, салат. Сонымен біздің кешкі асымыз осылай болды. Қазір енді біз екі баланы развивашкадан алып келуге шығамыз. Далада уже қараңғы. Негізі балалар сол развивашкадан жақсы дамып жатыр. Сразу байқалуда рост. Рахмет, сол әпкеге Алла кезіктіргеніне. Қазір енді балаларды алып келіп, кешкі астарын беремін. Одан кейін кішкене ойнап, сол кешке ұйқыға жатамыз. Мен кухняда тамағымды жасап жатсам, кіші балам осы жерде өзінің мультигін көріп ойнап отыр. Және де біз бағана магазинге барғанда тысячи мелочейден осында екеуіне қуантайын деп кішігірім ойыншықтар ала салдым. Сол қазір енді екеуін алуға міне шықтық. Уже далада қараңғы. Астана бізде бүкіл үйдің астын бәрі осындай магазиндер, там дәріхана, кафе, под бизнес енді арналған. Бүкіл үйдің астында сондай. Бір жағынан өте жақсы. Мысалы, бірдеңе керек болса, жүріп бара саласың, аптекаға да, магазинге де. Міне достар, біздің бүгінгі влогымызда бітуіне жақындады. Рахмет, видеоның соңына дейін көріп лайк басып отқандарыңызға. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.